Қайырлы күн. Менің аты-жөнім Искакова Айнагүл Амангелдиевна. Мен Көкшетау қаласындағы Жоғары Қазақ гуманитарлық техникалық колледжінің экономикалық пәндер оқытушысымын. Бүгінгі пәніміз экономикалық теория негіздері. Тақырыбымыз сұраныс және ұсыныс заңы, қисығы және оған ықпал ететін факторлар. Бүгінгі сабақтың мақсаты: сұраныс және ұсыныс ұғымын жан-жақты қарастыру, осы түсініктерді талдау және осы нарықтық жүйедегі рөлін көрсету. Екіншіден, сұраныс пен ұсыныс заңын, қисықтарын қарастыру арқылы нарықтық экономиканың дамуына әсер етуін, әсіресе Қазақстанның нарықтық жүйеге әсер етуін қарастыру. Тақырыпты бастамас бұрын алдыңғы тақырыпты еске түсіре кетейік. Нарық дегеніміз не? Нарық дегеніміз бұл өндіріс, айырбас, тұтыну және сату мен сатып алу процесінде жүзеге асырылатын экономикалық қарым-қатынастардың жүйесі. Нарықтық субъектілер болады және де объектілер болады. Нарықтық субъектілерге жататындар олар сатып алушылар және сатушылар. Нарықтың объектілеріне жататындар тауарлар мен ақшалар немесе өндірілген өнім мен өндіріс факторлары, яғни көрсетілген қызметтер. Жалпы айтатын болсақ, сұраныс пен ұсыныс нарықтық экономиканың ең маңызды элементтері болып табылады. Сұраныс ақшалай қарым-қатынас, яғни тұтынушының қажеттілігі мен сұраныс төлем қабілеттілігін көрсетеді. Құндық тұрғыдан қарайтын болсақ, сұраныс осы қажеттіліктің, тауарлардың сапасын құрайды. Сұраныс заңы тауар бағасы мен сұраныс көлемі арасындағы кері қатынастың көрсетеді. Яғни тауарға деген баға төмен болған сайын, оларды сатып алатын тұтынушылардың мөлшері де көбейе береді. Ал егер де баға өссе, оған деген сұраныс азаяды. Осы тауар бағасы мен сұраныс көлемі арасындағы байланысты көрсететін қисық сұраныстың қисығы деп аталады. Яғни, бұл сұраныс қисығы дегеніміз, бұл сұраныс заңының графиктегі көрінісі. Біз графиктен сұраныс пен ұсыныстың арасындағы қарым-қатынасты көре аламыз. Графикке назар аударыңыздар. Графикте көлденең өсте сұраныс көлемі көрсетілген, ол бізде Q атымен белгіленеді. Ал тікелей өсте P, тауардың бағасы P атымен белгіленген. Ал D дегеніміз бұл жерде сұраныстың қисығы. Бірінші графикте біз не көреміз? Тауардың бағасы, міне B қиылысы, тауардың бағасы төмен болған кезде тұтынушылардың сатып алатын көлемі де көбейді. Ал тауардың бағасы жоғарылаған кезде сатып алатын тұтынушылардың саны да азайды. Бұл жерден біз не көре аламыз? Яғни, сұраныс кезінде тауардың бағасы неғұрлым төмен болса, соғұрлым сол тауарды сатып алатын тұтынушылардың саны көп болады. Ал егер де тауардың бағасы жоғарыласа, ол тауарға деген сұраныс азаяды. Мына екі нүктенің қиылысы сұраныстың қисығын береді. Сонымен қатар, сұраныстың қисығы бізде әртүрлі жағдайларға байланысты жылжуы мүмкін. Бұл қандай жағдайларға байланысты жылжиды? Яғни, сұраныс қисығына әртүрлі факторлар әсер етеді. Жалпы сұранысқа әсер ететін факторлар екі түрі болады. Бағалық факторлар және бағалық емес факторлар. Бағалық факторлар дегеніміз не? Ол жаңағы айтып кеткендей, тауардың бағасы төмен болған сайын, сол тауарға деген сұраныстың көбеюін айтамыз. Ал бағалық емес факторлар, ол бағалық факторларға қатысы жоқ. Яғни, бағалық емес факторларға не жатады? Біріншіден, тұрғындардың ақшалай табыстары, екіншіден, тұтынушылар құрылымының өзгеруі, үшіншіден, тұтынушының талғамы, төртіншіден, жинақталған мүлік, бесінші, нарықтың көлемі, алтыншыдан, сатудан кейінгі көрсетілетін сервистік қызмет. Міне осындай факторлар сұраныстың көлеміне әсер етеді.
Жалпы сұраныс дегеніміз тауардың бағасы және де сұраныс көлемі арасындағы қарым қатынасты айтамыз. Неғұрлым тауардың бағасы төмен болса, соғұрлым сол тауарға деген сұраныс өсе береді. Бір сөзбен айтқанда, нарықтық қатынастар жағдайында сұраныста басты рөлде сатып алушылар ойнайды. Келесі, ұсыныс дегеніміз не? Нарықтық қатынастар жағдайында сұраныспен қатар ұсыныс та бірге жүреді. Ұсыныс дегеніміз бұл өндірушінің белгілі бір уақытта, белгілі бір бағамен нарықта сатуға дайындалған тауарларының саны. Яғни ұсыныс кезінде керісінше тауардың бағасы жоғары болған сайын, сол тауарды ұсынатын сатушылардың саны көбейеді. Ұсыныс заңы бұл бағамен сатылатын тауар санының арасындағы тікелей қатынас. Яғни тауарлардың бағасы өскен сайын, оның сатуға дайындаған саны да молаяды. Ұсыныс қисығы дегеніміз не? Ұсыныс қисығы бұл ұсыныс заңының графиктегі көрінісі. Яғни бұл жерде баға мен сатылатын тауарлар санының арасындағы қарым қатынасты көрсететін қисықты ұсыныстың қисығы деп атаймыз. Ұсыныс қисығына назар аударамыз. Бірінші графикте бірінші нүкте, яғни А тауары, бұл жерде біз тауардың бағасы төмен болған кезде, ол тауарды ұсынатын сатушылардың көлемі де аз болғанын көріп тұрмыз. Екінші нүктеде тауардың бағасы жоғарылады, және де соған сәйкес тауарды ұсынатын сатушылардың да көлемі көбейді. Яғни, ұсыныс заңы кезінде тауардың бағасы жоғары болған сайын, сол тауарды ұсынатын сатып алушылардың көбеюі. Яғни, бұл жерде басты рөлді сатушылар ойнайды. Біз бұл графикте міне ұсыныс қисығын көріп тұрмыз. Екінші графикте ұсыныс қисығына басқа да жаңағы факторлар әсер етеді. Яғни, басқа факторлардың әсерінен ұсыныс қисығы да жылжиды. Ол қандай факторлар? Сұраныс сияқты ұсыныс көлеміне де екі фактор әсер етеді. Ол біріншіден бағалық факторлар және де бағалық емес факторлар. Бағалық факторларға жаңа айтып кеттік. Ұсыныстың тауардың бағасы төмен болған сайын, сол тауарды ұсынатын сатушылардың көлемі де жоғарылайды. Ал бағалық емес факторларға не жатады? Біріншіден, ресурстардың бағасы, екіншіден, технологияның жетілдірілуі, үшіншіден, бірін-бірі алмастыратын және бірін-бірі толықтыратын тауарлардың бағасы, төртіншіден, келешекте инфляциялық және тапшылық жағдайлардың өзгерісін күту, бесіншіден, бәсекенің деңгейі, салықтар және субсидиялар және тағы басқа да факторлар әсер етуі мүмкін. Міне, осымен ұсыныс дегеніміз жалпы бір сөзбен айтатын болсақ, тауардың бағасының жоғарылауына байланысты сатушылардың ұсынатын тауарларының бағасын айтамыз. Ұсыныста басты рөлді сатушылар ойнайды. Осы сұраныс пен ұсыныс арасындағы қарым қатынас нарықтық тепе-теңдікті туғызуы тиіс. Нарықтық тепе-теңдік қандай жағдайда орнайды? Нарықтық тепе-теңдік жағдайы сұраныс пен ұсыныстың тепе-теңдік жағдайында орнатылады. Бұл жағдайда теңдік баға мен теңдік көлем қалыптасады. Теңдік баға дегеніміз не? Бұл сұраныс пен ұсынысты теңдестіретін, сұраныс пен ұсыныс қисығының қиылысуы арқылы пайда болатын баға. Осымен сабағымыз аяқталды. Сабаққа қатысты барлық мәліметтер сайтта берілді. Сонымен қатар сайтта берілген тапсырманы орындау қажет. Назарларыңызға рахмет, сәттілік тілеймін.